Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай өте жеңіл әдемі сырға жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Менімен соңына дейін қалыңыздар және арнама тіркеліп, колокольчикті басып, лайк басуды, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайтын боламыз. Ең алдымен осындай хрустальный бусы алдым. Мен ақ түсінен таңдадым, осындай капельница түрінде. Және келесі өзіме ұнаған фурнитураны таңдадым. Сіздер өзіңізге ұнағанын таңдасаңыз болады. Келесі құралымыз әрине ол сырғаның швензелары, 2 штук алдым. Келесі пини. Пинидің шеге түріндегі формасын таңдадым. Келесі бізде соединителер керек болады. Келесі хрустальный бусы таңдаймыз. Мен осындай салатный түсін таңдадым және кішкентай ақ түсі керек болады. Араластырып қосатын боламыз. Ендеше сборканы бастайтын боламыз. Ең алдымен пиниді аламыз. Оған хрустальный ақ бусыды ілетін боламыз. Келесі осы салатный бусымызды аламыз да, бұны да швензелға ілеміз. Келесі өте кішкентай размердегі ақ хрустальный бусымызды алып ілетін боламыз. Мінекей біз іліп алдық, міне осындай формада болады. Келесі біз плоскобупсымызды алып, артық пиниді кесіп тастаймыз. Және осындай плоскобупсымен артық швензенің қалған жерін бұрап ілгіш жасайтын боламыз. Мінекей осындай формада. Келесі тағы да пиниді аламыз және хрусталикті аламыз. Бұл капельница түріндегі. Одан кейін оның үстіне жасыл бусыды ілетін боламыз. Және соңғы осы ақ бусыды ілмейміз. Мінекей қалған жеріне ілмейміз, осыны кесіп тастаймыз артық жерін және қайтадан плоскопсымен бұрайтын боламыз. Келесі үшіншісінде дәл осылай жасаймыз. Капельницаны ілеміз және жасыл бусыды ілеміз. Сосын бұрап тастаймыз. Мінекей бізде осындай болып шығуы керек және қалғанын мен алдын ала дайындап қойғанмын. Осындай 6 штугын алатын боламыз. Қазір енді сборкаға көшетін боламыз. Достар, мен жасыл түсін қолданған болатынмын, бірақ өзіңізге ұнаған кез келген түсті қолдансаңыздар болады. Келесі соединительдерді алып, сырғаларымызды фурнитураға ілуге кірісейік. Достар, соединительді осылай плоскобусымен ашуға тырысыңыздар, мен сияқты тырнақпен ашпаңыздар, өйткені тырнағыңызды бүлдіріп аласыздар. Ең алдымен осындай кішкентай ақ хрусталигі бар бусыды аламыз. Соны соединительге ілеміз. Және соединительден осы біздің фурнитурамызға ілеміз. Оны ортасына ілемін. Мінекей іліп алдым және келесі маған оңай болу үшін тағы да соединительді ашып, екінші фурнитураны алып, дәл оны ұзынын ортасына іліп аламын. Содан кейін қалған екі қысқаларын барлығын шетіне іліп шығамыз. Достар, әрі қиындығы жоқ, жай ғана сол екі шетін іліп қоямыз. Мен бұл процесті айналдырып жіберейін.
Достар, қараңыздар, біз барлығын іліп алдық. Мінекей, ортасы сәл ұзындау, екі шеті қысқа, сол кезде өте әдемі көрініс береді. Енді соңғы штрихіміз ол біздің әрине швензіміз. Швензімізді алып ілетін боламыз. Қараңыздар достар, сіз соединительді алып швензіге ілуіңізге болады, то есть фурнитураға іліп бірден солай ілсеңіз де болады, немесе осы швензіні осылай мен сияқты ашып бірден сырғаны ілсеңіздер де болады. Достар, осымен біздің этностильдегі әдемі сырғамыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай жасалу жолы өте оңай, қиындығы жоқ. Астыңғы бусыларды өзіңіздің көйлегіңізге қарай өзгертсеңіздер де болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте қызықты видеолар түсірілетін болады. Сау болыңыздар.